Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Шаруашылықтарыңыз қалай? Аман-есен ба? Дамып жатыр ма? Міне ағайын, менде келесі партиям келді. Міне. Код 500 Чехия. Сіздерге бір жақсы мотивация болсын деп түсіріп жатырмын ағайын. Сіздер де осылай конвейерге қойыңыздар да. Әрбір 15-20 күн сайын араларын. Сол кезде жеміне де кішкене ыңғайлы болады. Және әр 15 күн сайын қалтаңызда ақша болады жалпы. Мына балапандар өсіп жатыр. Ар жақтан ауыр тұр. Мына кішкентайлар. Мына пештің жағын қойып қойма дейді, қостарға ыстық болсын деп. 4 жерінен су қойып, суға бірінші 3 күн 4 күн не берем? Мед қосып берем. Және в общем, екеуінде мед, екеуінде не тұр ғой? Левомицетин деген дәрі. Асқазандан тазалап тез-тез нормаларын келтіріп алса. Міне. Ешқандай дәрі жоқ, осылар ғана. Пропойкасы да. Одан кейін 5-ші күннен бастап не берем? Жаңағы алькарал берем. Сонымен құдай қаласа бәрі дұрыс болу керек. Бұлар бірінші келген кезде 3 күн 4 күн тымда не жемейді, тамақ жемейді. Ана жұмыртқаның ішіндегі сарысы емес па? Соған уызына тойып тұрады да. 2-3 күн ұйықтайды, тек қана ұйықтайды, су ішеді, ұйықтайды, су ішеді, ұйықтайды. Особо көп те тамақта жемейді. Міне қосымша ана 2 нені қосып қойдым. Керамический лампаны, ар жағында ана надувной бар, соны қосып қойдым. Балапандар Аллаға шүкір жақсы. Міне. Ар жақтан балапандар бар, жемдерін жеп жатыр. Әдейі үстін жауып қойдым, что мына жаққа қарай бала үлкендер секіріп кіріп мыналар мұз тастамасын дедім да. Міне. Менде жаңалық осы ағайын. Және бір 2-3 күннен кейін Самарадан тағы да поставка келеді. Ол жерде жаңа порода. Қазақстанда жоқ порода. Царско-сельский деген породаның 2 линиясын алдырып жатырмын. Құдай қалса содан жаңағы жұмыртқасын аштырып өзіме. Құдай қалса көктемге сезонға дайындаймын. Одан қосымша заказ бергендер бар. Жалпы заказ берем десеңіздер де болады. Алдырып бере алам. Бір өзіне ұнап, керемет. Ютубтан көрсеңіздер болады. Царско-сельский деп жазсаңыздар, Куры Царско-сельский деп көресіздер. Ол тауықтың бір керекшелігі суыққа төзім деген. Өте суыққа төзім деген. Және тез-тез ет алады. Порода жылына 170-190 жұмыртқа беретін бір мықты бір мясо яичный порода екен. Құдай қаласа оны да күтіп аламыз. Құттар сұрап жатыр. Осы бір жаңағыдай Россиядан келген балапандарын бір күтіп алғанын бір видеоға түсірдік. Құдай қаласа осы алда келе жатқан жаңағы нені, доставканы видеоға түсіріп сіздерге көрсететін болам. Міне менде жаңалық осы ағайын. Сәттілік, шаруашылықтарыңыз дамысын, тек қана алға. Сұрақтар болса комментарийға қойыңыздар. Видеоны болса лайк, ұнамаса дизлайк басып, қолдап кетіңіздер. Видеоны поделиться деп таратыңыздар ағайын. Әрбір осындай бройлер бағам деген адамға кіріп көрсін, сұрақтар болса қойсын, жауап берем. Міне, жалпы бройлерде ақша бар. Ал ағайын, күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар.